Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің арнамда қысқа помидор сақтау рецептін бөлісетін боламын. Қызанақты, яғни бүтіндеу үлкен етіп, банкада сақтайтын боламыз. Бізге қажет заттар сәбіз, болгар, сарымсақ және қызанағымыз қажет болады. Мінекей осы сарымсағымызбенен екі түрлі болгарымызды блендермен езіп аласыздар. Мінекей менде термомикспен езіп алдым. Осылай қоймалжың болып шығады. Енді сәбізімізді өткіштен өткізіп алатын боламыз, ұзынша етіп. Мінекей сәбізімізді өткізіп алдық, дайын. Ендеше петрушкамызды ұсақтап жібермей, орташа көлемде жақсылап туралатын боламыз. Петрушкамызды сәбіздің үстінен саламыз. Қазір барлығын бірге араластыратын болғандықтан, енді шұңғыл ыдысымызға аламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Енді қызанағымызды турап көрсетейін. Лажы болса, майдалау түрінен қолданған дұрыс, үлкен болып жабылу үшін. Сол кезде ортасынан бір бөлік жасай бересіздер. Егерде қызанақтарыңыз үлкен болатын болса, оны төртке бөліп жабатын боламыз. Бізде барлығы дайын болып қалды. Енді біз сәбізіміздің үстіне өткізіп алған, майлап алынған болгарымызды салып, оны жақсылап араластырамыз. Енді осы салмамыздың үстінен бір ас қасықта тұзымызды және де бір ас қасық шекер саламыз, және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Суы шығып, өзі сондай сочный сулы масса болып шығады. Осындай 1 литрлік банкамызға жақтым мен. Жақсылап стерилдеп алуларыңыз қажет. Енді осы сәбізді салмамызды банкамыздың астынан осыны салып шығамыз жақсылап. Одан кейін үстінен қызанақтарымызды әдемілеп қойып шығатын боламыз. Қызанағымызды теріп салып болдық. Енді оның үстіне сәбізді салмамызды тағы да саламыз. Осылайша кезектестіріп 2 рет жасайсыздар. Достар, менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. 70% оқырман мені тіркелмей көреді екен. Видеоның астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда алдағы уақытта менің барлық видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Және де менің каналымнан өзіңізге ұнаған барлық рецепттерді таба алатын боласыздар.
Мінекей банкамыз өте керемет, тәбетті ашарлықтай болып тұр. Дәмі де сондай керемет болып шығады. Дәл осылай екінші банкамызға қайталап жасайтын боламыз. Мінекей салып болдық. Енді үстінен тегістеп жібереміз және де банкамыздың крышкасын жабамыз. Енді үлкен ыдысымызға астынан сүлгін төсеп банкаларымызды қоямыз және де үстінен мұздай суды құямыз. Және де астын жағы бірге қайнататын боламыз. Қайнағаннан бастап 25 минут қайнатамыз. Мінекей қайнады. Енді осы кезде әр банкамызға жарты ас қасықты уксусты құямыз. Мінекей банкаларымыз дайын, оттан алдық. Енді сыртын құрғатып сүртіп жіберіп, банкамызды бұрап жабамыз. Банкаларымыз дайын. Мінекей өте керемет болып шықты. Арасында қызанақтарымыз да бүтіндей тұратын болады. Қыстың күні палаумен, қою тағамдармен ұсынсаңыздар өте керемет кететін болады. Жақсы, барлығыңызға ас болсын.